Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, жаңа сананың жаңа хабары эфирде. Бүгін біздің студиямызға ерекше қонақ келіп жайғасты. Қытайдың Іле Қазақ облысы Күнес ауданында туып өскен жарқын генерал ұлы. Қош келдіңіз студиямызға. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға сәлем. Қалыңыз қалай? Жағдайыңыз жақсы ма? Атыңыз да тегіңіз де ерекше екен. Басқаша. Генерал деп қойылудың себебі неде екен? Ол жайлы хабардарсыз ба? Генерал Соғыстан кейін туылған. Соғыстан кейін туылған ғой, 54 жылы. Ол кезде әкеңіз. Иә, әкем, иә. Ол кезде сол генерал деген о жақтан мықты адамдар, солай военный адамдардың бәрін ойлап, сол генерал болсын деп солай қойған атамыз. Генерал болсын деп. Аталарыңыз соғыста қатысқан ба? Атам соғысқа қатыспаған, сол атамның бір туысқаны сол кезде соғысқа барып қайтқан ғой. Сол қайтқан кезде, келген кезде мен әкем туылған. Соның келгеніне байланысты генерал болсын деп қойған ғой. Тамаша. Атыңыз Жарқын. Жарқын. Қазір бізде енді көп қойыла бермейтін есімдердің бірі ғой, енді шынтуайтында ерекше деп отырғанымызда, сондықтан бірнеше адам ғана танимын ғой деймін Жарқын атауымен. Көп емес Жарқын. Көп емес. Қытайда туып өстіңіз. Қытайда туып өстім. Қазақстанға келдіңіз, жаңа менің басында айтып жатырмыз ғой, бір трансформацияны бастан өткердіңіз деп. Сол кезеңдерге кеңірек тоқталайықшы, жалпы балалығыңыз қалай өтті, жалпы Күнес ауданы жайлы әңгімелеп берсеңіз. Бағана камераның сыртында сіз айтып қалдыңыз, бұндай ең үлкен аудан Қазақстанда да жоқ дедіңіз. Іле Қазақ облысы, Күнес ауданы деген аудан бар. Бүкіл дүниежүзі бойынша қазақтардың ең көп тұратын ауданы. 140 мың қазақ деп айтатын, ол қай жылдар? 2000 жылдардың басында, 90 жылдардың аяғында. Біз мектеп оқып жүрген кезде. Одан бері әлі өскен жер, сол ең көп қазақтар тұратын аудан болып есептеледі. Аудан бойынша. Солай. Ол жерде бәрі қазақша, мен өзім таза қазақша оқыдым ол кезде бір қазақтың кәдімгі өзінің мемлекет сияқты өмір сүрдік қой жерде. Емін-еркін жүрдік, қазақша, Қытай тілін шет тіл ретінде оқыдық, аптасына 2 рет 3 рет ғана. Қазір міндетті түрде қателеспесем. Қазір таза қазақ мектеп жоқ. Қазақ мектеп жоқ. Бірақ пәндер оқытыла ма екен? Тіл әдебиеті оқылмаса, жалпы оқылмайды қазір. Бәрі Қытай тілінде ғой. Балалығыңыз қалай өтті? Қандай отбасында туып өстіңіз? Әкем менде өзі Қытайда кішкене өзінің несі болды. Шағын бизнеспен айналысты десем болады. Магазин болды, сол мал саудасымен айналысты ауылда, солай. Мамам үйде жұмыс істеген кісі. Бірақ та қалған папамның туысқандарын бәрі мұғалімдер. Мұғалім болды. Қадірменді көрермен, сәл кері шегініп, Жарқын мырза жайлы аз кем әңгімелеп берсем деп отырмын. Өздеріңіз байқап отырсаңыздар, ақ халатты Абзалжан. Бұл кісіні неге ерекше қонақ деп таныстырдым? Өйткені Қытайда туып өсіп, Қазақстанға келіп білім алып, біліктілігін Қытайда арттырған. Көбінде, мәселен, оның ішінде ине терапиясы мамандығы, массаж. Көбінде біздің Қазақстандағы қазіргі мамандардың дені Қытайдан жаңағы үйреніп келеді де, осында келіп жаңағы өзінің тәжірибесін бөлісіп жатады. Ал сізде керісінше Қазақстаннан негізгі білімді алдыңыз да, магистратураны Қытайда оқыдым. Қытайда оқып келдіңіз. Оның жаңа сұрап, мен таң қалып жатырмын, сіздер жақта тіпті сол кәсіби ине салудың өзін кәсіби тұрғыда университет деңгейінде. Университетте, Қытай медицинасы университеті бөлек, өз университет ретінде дамыған. Шығыс медицинасы деп айтады. Оған қызығушылық қайдан пайда болды? Жалпы медицинаға қалай келдіңіз? Жаңа айтып отырсыз ғой, барлығы мұғалімдер деп отбасыда. Медицинаға келген себебім, жалпы біздің әулетте медициналық саласында істейтін кісі болмады адам. Соң әкем бар, әкем інісі бар, жаңа әкем інісі 93 жылы келді деп атам ғой. Сол кісі айтты, бізде бір медицина қызметкер керек. Заңгер бар бізде оқып жатқан қазір Қазақстанда. Мұғалімдер бар, соң бізге медицина қызметкер керек. Соң мен оқуым жақсы болды мектепте. Сен соны оқи аласың, шамаң жетеді деді. Өзімде кішкене қызығушылық болды. Соны медицинаға түстік. Соны медицинаның саласында лечебный факультет терапияны бітірдім. 7 жыл Сан-Жараспендер атындағы Қазақ ұлттық университетінде грант бөлімінде оқыдым ғой. Біткен соң осы Қазақстанда 3 жылдай жұмыс істедім. Жедел жәрдем станциясында кардиобригадада істедім. Терапевт болып істедім 1 жыл. Сосын Қытайға мен ойлағам, оқып бітіре салған соң бірден Қытайға барып оқып келейін деп. Біраз жұмыс істеп алған ыңғайлы болды да, бір тәжірибе жасап адамдармен жұмыс істеп барып оқысаң
сенде уже көзқарасың өзгереді, иә. Өйткені сен пациентпен жұмыс істегеннен кейін жұмыс істеп барып оқысаң, сенде басқаша уже клинический ойлауың дамиды, пациенттермен жұмыс істеуің дамиды. Сосын барып оқысаң, саған оқу өзі практикамен оқуды бірдей алып жүрсең, көбірек білімің күшейеді. Соны 3 жылдай жұмыс істеген соң барып сол Қытайға иглотерапия және массаж бойынша Қытай медицинасын оқып келдім ғой жалпы. Жақсы. Енді қазақ медицинасын көзқарақты біздің көрермендеріміздің дені біледі. Бірінің баласы, бірінің бауыры, бірінің қарындасы тағысындағы дегендей. Асфендияров болсын, басқа университеттерде оқып жатыр ғой. Жалпы біз шығыс медицинасы соңғы жылдары өте әлем бойынша кең таралып жатыр, қарқынды дамып жатыр, әлем бойынша мойындалып жатыр деп айтсақ та болады. Сіз енді магистратураны сонда оқыдыңыз, ерекшелігін айтыңызшы, несімен ол ерекшеленіп тұр? Оның ерекшелігі Қытайда жалпы 5000 жылдық тарихы бар деп айтады өздері, Қытай медицинасының. Ол өйткені адам пайда болған кезде ол ауру пайда болады ғой, адаммен өмір сүреді. Ол кезде нақты түрде қазіргі дәлелді медицина болған жоқ қой. Адамдар сол кезде шөптермен емдей бастады, неше түрлі емдеу әдістерін қолданды. Қытайда ол кезде ерте жазу пайда болды. Сол кезде олар ине терапиясын пайда болды, жаңағы банка терапиясы, жаңағы шөппен емдеу тәрі. Оларда соның бәрін зерттеп жазып отырды ғылым ретінде. Содан олар мысалы бір дәрігер жазды, оны кейінгі дәрігер тағы толықтырып өзін қолдырды. Сосын ол үлкен ғылымға айналды Қытай медицинасы. Қытайда ол үлкен ғылым, университет ретінде дамыған ғой. Соны қазір ол бүкіл дүние жүзінде, жалпы Европа, Америкада вообще жақсы дамыған. Өйткені мен неде Қытайда оқығанда, Тяньжин университетінде европалықтар көп келіп оқиды Қытай медицинасын. Ол жақта университеттерде Қытай медицинасының кафедрасы бар, жақсы дамыған. Батыста. Батыста. Сол жақтан оқушылар жібереді Қытай медицинасын оқуға. Кейбір салалар бізден жақсы дамып кеткен Қытай медицинасы. Біз Қытайды жақын отырмыз, бізге осы кейінгі жылдар қатты дами бастады ғой. Өйткені мен сияқты сол жақта оқып келген, жалпы сол жақта оқып келген, туып өскен, медицинаны сол жақта бітірген азаматтар бар. Сол кісілер келіп оқып жатыр да, сол кісілер көбірек алып келіп жатыр. Қазір Қытайлардың өздері де келіп жатыр даже. Бірақ та ол Қытайлар қазір ол жақта қандай білім алды, қандай дипломмен, оны бірақ та анықтап жатқан адам жоқ. Біздегі бір минус сол. Бұл ең басты мәселенің бірі ғой. Ең басты мәселе. Біліксіз маман келіп, тіпті денсаулыққа кері әсер тигізуі мүмкін. Оның диплом бар ма жоқ па, бізде тексеріп жатқан жоқ. Ол қалай жалпы кім тексереді? Жалпы денсаулық министрлігінен қарау керек олар. Шынымен де ол білікті маман ба, сол жақта істеген ба? Қытайлардың келіп өзі істеп жатыр. Оны ешкім тексеріп жатқан жоқ. Сіз қазір өзіңіз жеке клиникаңыз бар. Жеке клиника ашу үшін сіз денсаулық министрлігінің арнайы сертификацияны өттіңіз ғой? Сертификатың болу керек, врач дипломың болу керек, сертификат болу керек. Клиника үшін арнайы лицензиялар болу керек, содан өтесіз да, сосын барып ашасыз. Келіп жатқан қытайлық азаматтарды сондай этаптардан өтіп жатыр деп ойлаймын, енді үміттенемін. Ол жағын тексеріп жатқан енді жалпы білмедім өзімде. Ішінде жақсы білікті мамандар да болуы мүмкін. Тамаша. Жалпы жаңа сұрақ қойдым ғой, енді несімен ерекшеленеді деп. Бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, теория мен практика қатар жүреді деп. Қандай ауруханадан практикадан өттіңіз? Тяньжин Жуңяудаши дейді. Тяньжин тіке аударғанда Тяньжин Қытай медицинасы ғой, университет. Сол жерде өзінің университеттің больницасы болады. Біз сол сабақ өтеміз. Бірінші бастапқы жыл көбінесе сол сабақ болды. Сол екінші жылдан бастап көбінесе больницада практикамен жүрдік қой. 2 жыл. Яғни ол университеттің өзінің больницасы, өзінің ауруханасы. Ол жерде үлкен жаңағы университеттердің өзінің үлкен нелер болады, больницалар. Қытайдағы университетский больницалардың дәрежесі ең жоғары, ең білікті мамандар сонда істейді. Университетский больница десеңіз, ол бәрі біледі. Ол жақта өңкей жақсы, мықты, білікті мамандар. Көп салалы. Ал бізде Қазақстанда қандай бұл жағдай? Бізде кішкене өкінішті жағдай, біздің Асфендияровтың өзінің үлкен көп салалы больницасы жоқ. Бар кішкене. Бірақ та үлкен, біздегі 7-ші больница қалалық деп отырмыз. 12-ші қалалық больница, сол сияқты үлкен больницасы болу керек жалпы. Ол университетке қарайтын. Университеттің директорының сол жерде ықпал жүретін, директор басқарылатын. Сол кезде студенттер, мысалы сабақ беретін мұғалімдер сол жерде еркін студенттерді оқыта алады.
менің солай, көп шетелдерде солай. Түсінікті. Жаңа айтып өттіңіз енді Қытайдың практикасын игердім деп. Жалпы ине терапиясымен қазір айналысып отырсыз. Осы тақырыпқа тереңірек тоқталғым келеді. Жалпы бұл қандай ауру түріне ем бола алады, қандай аурудың алдын ала алады деген секілді. Иглотерапия ол мен Қытайда оқыдым, осы больницада жүрген кезде сол больницада арнайы түрде сол бізде поликлиника сияқты Қытай медицинасының больницалары болады. Сол жерде науқастар кәдімгі учетта тұрады, карточкалары бар, сол жерде емін алып атады, дәрілерін алып атады, күніге келіп поликлиника қаралған сияқты ем алып қайтып атады. Айтым оның тарихы ұзақ, ол жақта дәлелденген, адамдар сенеді. Жалпы ине терапиясының көп ауруларға пайдасы бар. Көбінесе неврологический ауруларда, инсульттан кейін қалпына келу, жаңа панический атака деп атады қазір көп проблема, стресс, ұйқысыздық қазіргі көп кездесіп жататын проблемалар. Сол кезде өте жақсы пайдасын тигізіп жатады. Жаңа лицевой неврит дейді, бет нервінің салдануы, сол кезде көмек өте көп. Суставтардың, буындардың ауруы өте көп қазір. Сол кезде де қалпына келтіру, жаңа қан айналымын жақсарту, иммунитетті қалпына келтіру. Жалпы сау адамдардың өзі көктем күз айында бірлез иглотерапиясын өтіп тұрса өте пайдалы. Ол бірінші иммунитетті көтереді, қан айналымын жақсартады. Сіз қыс бойы, жаз бойы жақсы денсаулықпен жүресіз. Қазір тем более үлкен қалаларда стресс, бәрі адамдар ұйқысыздық, мазасыздық жүреді. Ине терапиясын алса адамдарда энергия пайда болады. Жаңа стресстерден құтылуға көмектеседі. Түсінікті. Сіздің өз тәжірибеңізде өте беті қайтпас деген немесе жаңағы бір таңданарлық жайт орын алған ине терапиясы арқылы оқиғалар бар ма? Ине терапиясында кездесіп жатады көп жағдайлар. Менде бір жағдай болды. Пациент 63 жаста инсульт алған, геморрагический инсульт обширный. Оны врачтар айтты, емде олар қолынан келгенше бәрін жақсы күтім жақсы немен шығарды, операциялар жасады. Ол кісіні айтты, ол тұра алмайды. Осылай жатқанның өзі, осылай тірі қалғанның өзі өте жақсы нәтиже. Ары қарай ол жүре алмайды. Қандай диагноз қойған? Инсульт, геморрагический инсульт, екі рез, үш рез операция жасалған. Ол соның тірі қалғанның өзі оған жұбаныш деп отыр. Жұбаныш болды, врачтар айтты, өте удачный операция болды. Өйткені ол басқа қан құйылу өте ауыр жағдай. Ол операцияның өзі өте қиын. Ол операция столында кетіп қалуы мүмкін, ол қиын жағдай. Енді керемет операция жасалды, шыны керек. Аман қалғанның өзі ол кісіге қуаныш болды. Айтты, сіз жүру екі талай. Олар енді нақты кесіп айта алмады ғой. Жүру екі талай деді. Қиын жатып қаласыз. Оның сосын инсульттан кейінгі жағдай ол қарауға байланысты адамдар, реабилитацияға байланысты, күтімге байланысты. Ол кісіге жасайтын әйелі болды, күтімді жақсы жасады. Оны қарап соған басты. Соның реабилитолог болды бір, потом мен иглотерапевт бірге жұмыс істедік. Басында тұра алмайтын мен. Отыратын болдық бір 2 курстан кейін. Сосын бір 3 курстан кейін ақырындап қозғала бастады. 4-5 курста ақырындап жүрді. Кейінгі 2 жылдан кейін ол кісі жұмысқа шығып кетті енді. Тойда билейтін халге жетті. Билейтін хал болған попсы енді ол толық біз сияқты жүріп кеткен жоқ. Аяқ қолында әлсіздік бар әлі. Толық қалпына келді. Жүре алады. Жеңіл жұмыстарда охранник болып бір жерде отырып жұмыс істеп кетті. Тамаша. Демек, инсульттың 3-ші ол ауыр, обширный түрі ғой, сол түріне. 3-ші түрі демейді, ол геморрагический инсульт болады. Геморрагический инсульттың дәрежесіне байланысты. Қандай қан құйылудың көлемі. Үлкен көлемде қан құйылған ғой ол кісіге. Тірі қалмауы мүмкін деген дәр. Ол кісі тірі қалды, мықты операцияның арқасында. Тірі қалғанның өзінде жүре алмайды деген. Қазір уже жүріп жатыр. Сондай жағдайлар болып жатыр. Түсінікті. Мынау Қытайда сіз жаңа терапевт мамандығымен осы ине терапиясын оқып келдіңіз, жалпы кәсіби массажды да қатар меңгеріп отырсыз. Жалпы қазір бізді көріп отырған жас мамандар болуы мүмкін да. Айта аласыз ба, Қытайдың мықты профессорлардан үйренген
сіздің ең мықты бір сабағыңыз қандай? Университетте болды гой деген сол осы кафедраның несі меңгерушісі. Мен дәл сол диплом қорғаймыз ғой, сол кезде мен өзіме жетекші ретінде сол кісіні талдап алдым. Бағыма қарай сол кісі маған жолығып қалды, сол кісіні басында ол кісіні жақсы танымадым. Сол меңгеруші деген соң барсам өте білікті маман екен. Соның арқасында ол сол именно институт кісілермен айналысатын. Сол қазір мен басым институтқа қарай жұмыс істеп жатқаным сол кісінің арқасы десем болады. Ол кісі көбінесе институт кісілермен көп жұмыс істеді, содан көп тәжірибе алдым. Көп адамдарды орнына тұрғызып атты сол кісінің. Сол кісінің арқасы деп ойлаймын. Үлкен Қытайда атағы бар профессор кісі. Ол кісіден қандай сабақ алдыңыз? Өмірлік азық болатындай. Ол кісінің енді бір айтқан сөздері болсын, бәлкім айтқан сөздері болғанда бізге сабақ ретінде өтті. Қарапайымдылығы жалпы. Айтып отырмын ғой, ана кафедраның үлкен меңгерушісі, сосын профессор. Ойлайтын бір емін-еркін сөйлесе алмайтын шығармын деп. Сөйтсем қарапайым, ана кабинетіне барам. Уақыт осы болса, емін-еркін кіреміз да бірге жаңа тақырып талқылап әңгіме айтып отырамыз. Столовыйға бірге барып, бізбен бірге студенттермен бірге тамақ ішеді. Біз не ішеміз, соны бірге ішіп отыра береміз. Ана профессормын, мен мына кафедраның заведующиймін деп бір оларға бізге бір кірудің өзі қорқыныш қой. Біз бірге столовыйда бірге тамақ ішіп отырамыз, әңгіме айтамыз. Ол кісі тәжірибе жүргізеді. Сол тәжірибеханасына барамыз, бірге мына қоян, жаңа нелерге ине салып, солар қалай әсер етеді, соларды бірге жұмыс істедік. Ол кісінің көбінесе соның нелермен айналысатын науқастары бар, еще жаңа тәжірибемен айналысатын. Ғылым жағына кеткен кісі ғой. Сіз шығыста тудыңыз, батыстың медицинасын бірінші үйрендіңіз, оқыдыңыз, одан қайтып шығыс медицинасын үйреніп келдіңіз. Жалпы екеуін де меңгерген білікті мамансыз. Сізді басқа әріптестеріңізден қандай артықшылық болып тұр? Менің жалпы артықшылығым сода болып тұр да. Мен осы Қытайда ши деп айтады бұны, батыс медицинасы деп. Бізде енді университет қой, өзімізде Аспендиярдта Қазақстандағы ең бірінші мықты университет болып саналады. Сода терапия, лечебный факультет, емдеу факультетін бітірдік. Содан терапия мамандығын алып шықтым. Жұмыс істедім. Сол ана жақта Қытай медицинасының екеуісінің артықшылықтары бар. Біреусі мынау керемет деп айта алмаймын. Екеуісінің де өзінің артықшылықтары бар. Мысалы, шұғыл экстренный жағдайларда, мысалы, сіз инемен емдеп отырмайсыз ғой. Мысалы, инсульттың басы жағдайында, мысалы, инемен сіз қалпына келтіре алмайсыз. Сол ине қалпына келтіру процесі. Сол кезде сіз шұғыл көмек көрсету керек. Мысалы, қатты давлениесі көтеріп атты, криз болып атты. Сол кезде сіз инемен оны емдеп атпайсыз. Сол кезде сізге өзіміздің медицина көмектеседі. Ол кезде лекарстволармен, дәрілермен, жаңа уколдармен соны қалпына келтіру керек. Ары қарай реабилитация қалпына келтіру кезінде ине терапиясы екеуісін қатар пайдалансаңыз, ол кезде эффект жоғары, артады. Артықшылық сода. Екеуін бірдей. Қытайдың больницаларының тағы бір артықшылығы осы жағында. Осы кейінгі жылдары олар екеуісін бірге пайдалана бастады. Мысалы, ковид кезінде де байқалды ол. Ковид кезінде олар кәдімгі өздерінің традиционный медицинасын бірге екеуін бірде пайдалана бастады. Мысалы, өйткені вирусный инфекция кезінде ол паразит нерв жүйесін зақымдайды ғой. Мысалы, иіс сезу, дәм сезу болады, кейбіреулерде ұйқысыздық болады. Жаңа ковидтан кейін панический атака басталды. Сол кезде ине терапиясы жаңа шөп дәрілердің көмегі өте зор болды. Екеуін бірге пайдаланып атты. Екеуінің артықшылығы. Жаңа айтып отырмын ғой, инсульт дейміз. Инсульт кезінде тоже екеуісін бірге пайдаланған результат өте жақсы береді. Бізде де қазір реабилитационный центрлер көп ашылып жатыр ғой. Ол жердің бәрінде қазір ине терапиясы бар. Сол екеуі бірге пайдаланғанда өзінің результатын жақсы береді. Мен артықшылығым сол деп ойлаймын, екі жақты да. Өйткені кейбір экстренный жағдайда кәдімгі өзіміздің медицинада жақсы көмегін тигізіп жатады. Екеуін бірдей пайдалансаңыз, результат екі есе асады. Тамаша. Қазіргі таңда ұсталған адамдар өте көбейіп бара жатыр. Неден ол, ауа райынан ба, жоқ тағамнан ба, тіпті жасарып келе жатыр деген ақпараттарды естиміз. Жастар бар. Менде пациент болды 37 жас. Одан да жас болды. 30 жастағы да болды. Ол бірінші экологияны бұзылу деп, жалпы бір фактор ғана әсер етпейді жерде, жалпы көп әсер етіп жатқан. Экологияны бұзылу, тамақтануын бұзылу, қозғалыстың азаюы қазір, стресс жағдай, мысалы қала қазір бәрімізде бір
стрессте жүреміз ғой бір. Соның бәрі әсер етеді. Мысалы стресс болған кезде мысалы спазм болады организмде. Адамда дұрыс ұйқы болмайды. Оның бәрі давлениенің көтерілуіне алып келеді. Қан тамырларының тосылуына алып келеді. Қанның аюының бұзылуына алып келеді. Және тамақтанудың дұрыс еместер. Бірде тамақтанамыз, бірде тамақтанбаймыз. Соның бәрі қан айналымының бұзылысына алып келеді. Соның себептері инсульттың әкеп соғады. Соның кейінгі кезде шығып жатқан энергетикалық сусындар. Соның әсерінен өте көп. Жақында бір жас қыз өз спорт журналистикасы болып істейді. Оларға тегін не ретінде таратады. Энергетикалық сусынды әкеп беретін жанам ретінде. Ол басында енді бірден ішкен ғой енді. Тегін болған ақырын ішіп отырған соң күнде екіден ішетін болған 2 банкадан. Солай 2-3 жыл, 3-ші жылында жап-жас қыз ешқандай ауру жоқ. Үйге келген, бас давлениесі көтерілген, аяқ астынан құлаған, инсульт. Қазір ол қыз 4 жыл жатыр төсекте. Жаңа энергетикалық сусынның. Сол тамақтанудың дұрыс емесі, жаңа қозғалысының аздығы еще бізге көп әсер етеді. Енді Жақын мырза қараңыз, сіз айтып жатқан факторлар ол инсультқа алып келеді. Ал инсульттың алдын алуға осы инертерапиясы көмектесе ала ма? Мәселен, сіз айтып жатқан ұйқысыздық қазір басым адамдарда. Сол ұйқысыздықты емдеуге бола ма инертерапиясымен? Сосын жаңағы тамаққа тәбеттің дұрыс болмауы. Осыны инертерапиясымен істеуге емдеп алуға бола ма? Ұйқысыздық бар, стресс бар, жаңағы сіз айтып жатқан. Соған тоқталып өтсеңіз. Энергияның жетіспеуі болып жатады. Жаңа ұйқысыздық деп аттық қой. Ұйқысыздық кезінде менің өзімде практикамда өте көп ондай. Бір жақындарының бір ауыр жағдайынан болып жатады стресстер, содан бастап ұйқысыздық бастап болады, панический атака басталып жатады. Сосын жұмыстың ауырлығынан, жаңа қалада өте нагрузка көп қой, қысым. Соның әсерінен көп ұйықтай алмай жатады. Ол ұйқысыздық бірден сізге ауру әкеп соқпайды, ол ақырындап жиналып ол организмге әсер етеді да, солай ұзақ уақыт жүре бергенсіз ауырасыз. Сол үшін оны инертерапиясы соны қалпына келтіреді сізді. Ұйқыңызды жақсартады, жаңа қан айналымын жақсартады, иммунитет жақсартады. Сізді қарап айтасыз, мысалы, мен түнімен ұйықтай алмаймын деп айтасыз. Бірақ та ауырмайсыз, ауру емессіз. Мысалы, оған мысалы кейбіреулер дәрі ішіп жатады, дәріге тәуелділік пайда болады содан. Ол басқа организмді әсер етіп жатады. Ал сол бастамасы кезінде сол кезде инертерапиясы, жаңа массаж алып жатса адам ұйқысы жақсарады, жаңа иммунитет күшейеді. Соның ертерек алдын алса сіз ауру, жаңа инсульт, давление деп атады, жаңа панический атакаға алып кетіп жатады ол. Басқа да ЖКТ дейді, ас қорыту жолдарының ауруына әкелуі мүмкін соның бәрі. Соның алдын алуға өте жақсы көмегін пайдасын тигізеді. Ешқандай химиялық дәрісіз, ешқандай окол дәрісіз солай қалпына келтіруге болады. Инертерапия. Ол сондай аурулар. Егер сіз асқындырып жерсеңіз, мысалы, өте ауыр жағдайға алған кезде, жаңа сіз дәрілер ішуге тура келеді. Үлкен дозировкадағы укол дәрілер алуға тура келеді. Соның алдын алуға болады инемен. Жаңағы стресс деп қалдық қой, жалпы стресске инертерапиясының әсері қандай? Ол қанша уақытты қажет етеді емдеу үшін? Оның стресс болған кезде оның да дәрежесіне байланысты адамдардың. Егер жеңіл дәрежесі бір курстан кейін адамдар кәдімгі өздерінің энергия пайда болып, жаңа кішкене жеңіл деген сияқты болып, ұйқысы қанған болып, өмірге деген энергиясы артып, рахметін айтып жатқан адамдар бар көп. Сол кезде өте пайдасы бар оның стресс. Өйткені Қытай медицинасында да меридиандармен жұмыс істейді. Әр ағзаның, әр бас көп стресс кезінде көбінесе мысалы ол жүйке жүйесінің әлсіреуінен ғой, мысалы сол жүйке жүйесін қалпына келтіруге, жаңа жүйке жүйесінің жұмысын жақсартуға көмектеседі да ине. Сол кезде адамдардың жаңа жұмысқа қабілет артады, жаңа өмірге деген құлшынысын, сондай жағдайлар көп менде. Пациенттермен жұмыс істеймін ғой, көмектеседі. Жақсы көмегін бере алады. Оны сұрап отырған себебім, мен бірнеше адамды білемін, стресстің ең терең соңғы сатысында жүрген деп айтсам болады ғой. Жұмысқа зауқы болмайды. Олар тек өз-өзін жаңағы шектей береді, қоршаған ортадан. Қорқыныш пайда болады. Бас ауру,
жүрегінің қағуы, жүрек Иә. соғуы. Бұны емдеп алуға бола ма? Енді бұл мен танитын бірнеше адам ғана ғой. Экранның ар жағында да сондай бір мыңдаған Көп, адам бар шығар деп өте көп ойлаймын. қазір. Оларға қандай кеңес бересіз? Қалада өте көп сондай. Себебін анықтап барып, сол себебімен қарай жұмыс істеу керек. Бұл жерде комплекс ем жасау керек. Жаңа реабилитологтар болады, психологтар бола ма? Бұл жерде реабилитологтың керегі жоқ, ол жерде стресс кезінде мысалы психологтармен жұмыс істеу керек. Сосын мысалы ине терапиясы, сол кезде қосымша біз ине терапиясын пайдаланамыз, жаңа ұйқысын дұрыстаймыз, жаңа қорқыныш, жүрек, ол кезде мысалы жүрек қағуы болып жатады, бас ауруы болып жатады. Сол кезде ине организмді расслабить етіп, жаңа стрессті шығаруға көмектеседі. Бірге комплекс жұмыс істесек өте жақсы пайдасын тигізіп жатады. Ал жеңіл сатысында ол қалпына келу өте тез. Жаңа сіз айтып жатсыңыз ғой, өте жаңа ұйықтай алмайды, жүрек қағады, ол ауру, панический атака дейді ғой. Даже үйден шыға алмай қалады. Сол кезде бірге психологпен бірге, невропатологпен бірге бәріміз бірге, өзім невропатологпын, соның бәрін бірге істейміз. Сол кезде жақсы көмегі болып жатады. Жаңа жақсы стрессті атап өттік. Инсульттың алдын алу үшін не істелу керек екендігін айттық. Жалпы енді инсульттан кейінгі науқастар бар ғой. Олардың қалпына келтіру процесі қалай жүзеге асады? Инсульттан кейін қалпына келтіру ол бірінші сол инсульт алған адамның өзіне байланысты болады. Сосын мысалы дәрігерге байланысты, реабилитолог дейді. Мен жаңа ине соған қызмет ететін. Соның үйдің жағдайында сол кісіге қарайтын жағдайын жасауға байланысты. Көп адамдар мысалы инсульттан кейін өзін тастап жібереді. Болды, мен уже тұра алмаймын. Маған керек емес мына өмір. Инсульттан кейін өткен поражение деп баста поражение болады ғой. Ол кісілер ашуланшақ болады, төзімсіз болады. Жаңа ойлары басқа нәрселерді ойлайды, қорқынышты ойлайды. Сондай сол кезде олар өздерін кейбіреулер тастап жібереді. Болды, мен біттім, ол жүрмеймін, ешкімге керек емеспін. Сондай ойдан бірінші арылу керек науқас өзі. Мен жазыламын деген ой болу керек адамда. Біз солармен бізге жұмыс істейміз. Жаңа қол аяқтар салданып жатады. Соларды қол аяқтарымен жаңа ине саламыз, жаңа массаж, реабилитациялар жасаймыз, қозғалысқа келтіреміз. Соны невропатологтармен бірге жұмыс істеп, ақырындап оларды уақытпен, төзімділікпен қалпына келіп жүріп кетіп жатқан адамдар өте көп. Бірінші айтатын науқастарға, және сол науқастың туысқандарына, ол бірден жазылып кететін ауру емес, соған төзімділік керек, соны жақсы мамандар керек. Сол кезде қалпына келтіруге болады. Жақсы маман ретінде сіз өзімді ұсына аласыз? Ұсына аламын. Өйткені айттым ғой, мен басында Қытайда оқып жүргенде менің ұстазым инсульттармен жұмыс істеген кісі. Өзім қазірде сол көбінесе инсульт кісілермен көп жұмыс істеп жүрмін. Көп пациенттерім бар, жақсы өздерінің алғысын айтқан, жүріп жатқан. Соны өзімді айта аламын. Инсульттармен тәжірибем мол. Қорықпай жұмыс істей аламын деп айта аламын. Түсінікті. Сен студияға осы қазір мынау ине ғой, осы инелер арқылы сіздер емдестіре алып келіп отырсыздар. Жалпы ел ішінде мынандай бір миф бар. Бұл ине жай ғана ағзаны тітіркендіреді, оның ешқандай пайдасы жоқ, одан да жаңа дәрі іш деген секілді. Осы мифке сіз қандай бір ғылыми дәлелмен мысал келтірер едіңіз? Айттым ғой, жаңа Қытайда бұл дәлелденген медицина. Басына жаңа айтып өтіп кеттім, жаңа ұстазым жаңа бізде жаңа қояндарға, жаңа басқа нелерге тәжірибе салып, инені салып, оларға ауруларды жұқтырып, соны ине салып, соны инеден кейін қалай, инеден бұрын қалай, соның нерв жүйесінде қандай әсер етіп жатыр, соларды бақылап, кәдімгідей көмектеседі. Сосын адам, ол кісі айттым ғой, өзі 60-қа келген кісі қанша жылдан бері жұмыс істеп жатыр. Ол кісінің қанша тәжірибесі бар. Мен өз көзіммен өзімді кейін осы жаққа келіп жұмыс істедім, сол жерде жұмыс істедім. Инеден кейін жақсы әсер етіп жатқан жағдайлар бар. Бұның Қытайда дәлелденген үлкен медицина деп жатырмын. Бұл дәлелденген медицина. Жалпы көмегі бар. Бұдан қорқатын кісілер де бар ғой. Қорқатын кісілер. Бүйтетін шығар деген сияқты сан мыңдаған. Ол барлық адам, барлық жерде. Қытайда да бар ондай адамдар қорқады. Ине салған кезде ол табиғи процесс. Өйткені бөгде зат кіреді ғой, кіргенде адамда тітіркену болады. Қатты ауру сезім болмайды бұл жерде. Арнайы меридиандар болады денеде. Сол меридиандарға дұрыс салған кезде адамда былай қатты ауру сезім болмайды. Оны бірақ та сезіледі салған.
ол ине салып болғаннан кейін адамда наоборот жаңа ине алған адамда жеңілдік пайда болады. Сұраймын мен ине салып жатқан кезде кейбір кісілер жаңа стресспен жаңа ұйықтай алмай келетін кісілер бір 5-10 минут жатқан соң денелер босап ұйықтап кетеді. Қазір бір тәжірибе жасап көрейік, иә. Мен енді өмірімде ине алып көрген жоқпын. Қандай реакция болатын, қорқыныш бар енді, үрей бар енді, қорқыныш деп айтпай-ақ қояйық. Қолдың қандай нүктелері, мәселен, қандай бір ауруға немесе неге ем болады? Жалпы көп қолданылатын негізгі точкалардың бірі мынау меридиан, хгу дейді. Бас бармақ пен балан үйрек екеуінің қосылған жерінде мына бассаңыз кішкене ұйыған сияқты бір сезім болады. Бұл жалпы бас ауруын жалпы денедегі ауру сезім басуға көмектеседі. Жалпы құлақ ауру, бас ауру, жалпы аурулар кезінде мынау ауру сезім басуға қолданады. Көп пайдаланады. Мынау осы нүктені жалпы көп уақыт қоласаңыз да, мысалы басыңыз ауырса, мысалы бір тісіңіз ауырған кезде осыны көбірек қоласаңыз кішкене басылғандай әсер болады. Бұл қан айналымға байланысты ма сонда? Қан айналымға байланысты деп айтпайды. Жаңа Қытайда 12 меридиандар бөлінеді. 12 меридиан. Ол енді ғылыми тұрғыда түсіндіретін не ғой? Оны айтатын болса, ол бөлек бір подкаст болады. Симайды ол. Ол өзі бір ғылым дедім, оны жақсы, меридиандар туралы да бір бөлек хабар жасайық. Қадірменді көрермен, жаңа студияның жаңа саны хабарында қазір эксперимент жүзеге асқалы отыр. Мен өзім денсаулығымды іштегі үрейді жеңіп жақсарту үшін іштегі үрейді жеңіп отырмын. Неге? Өйткені біздің студиямызға келіп отырған Жарқын генералұлы ол жай ғана маман емес, өзі үйреніп алып немесе біреулер үйреткеннен кейін емес, осыны толыққанды университет деңгейінде 10 жыл бойына оқыған, дипломды білікті маман болғаннан кейін қазір көрейін деп отырмыз. Сіздер соның куәгерісіздер. Қаншалықты тітіркенетінін, қаншалықты ауру болатынын енді сөзбен жеткізіп көрем. Әрине оны сезген ол бөлек. Бұда қатты қорқатын сезім жоқ, наоборот өзіңізді бос ұстау керек. Бұл жерде қорқатын себеп қан алдырып та жүрміз ғой былай неғанда. Бұл жерде бір рет қолданатын инелер қазір. Бұрын қолданылатын бірнеше рет қолданылған. Қазір бәрі бір рет қолданатын инелер залалсыздандырылған. Жаңадан ашыламыз. Бәрі науқасқа осылай саламын. Демек ешқандай қорқыныш жоқ. Бір рет пайдаланамыз, сосын болды. Басқа ешкімге пайдаланбаймыз, лақтырамыз. Бізде тағы қалып қалған бір не бар. Может, бұрында солай. Мен өзім келгеннен бері осы бір рет қана бұрын кейбір кісілер ине алатқан сұрайды. Мына инені қайтадан саласыз ба бізге деп. Мынаны өзіме бересіз ба деп. Сөйтсем ол кісілер бұрында алған кезде енді ол кезде бір рет инелер болмады ма или солай пайдаланды ма, қорқады, қайтадан саласыз ба или басқа біреуге салып жібермейсіз ме? Айтам, жоқ, бұл бір рет пайдаланатын ине, мен пайдаланамын да тастай саламын, болды, ешкімге пайдаланбайды. Қазір шприц сияқты ғой, бір рет пайдаланасыз, оны басқа біреуге пайдаланбайсыз. Сол сияқты, бұда бір рет пайдаланып, болды, лақтырамыз. Таза, ол жағынан қорқудың қажеті жоқ. Осыны уайымдайтын кісілер де бар. Қалай саласыз, қандай ине деп. Бисмилля. Спиртпен бірінші тазалап аламыз. Вот точка. Салған кезде ұйыған сезім пайда болады. Мәссаған, үйіп жатыр кәдімгі. Ұйыған сезім. Шаймен босатып жатыр. Босайды. Салған кезде ұйыған сияқты бір тыз еткен болады. Қатты ауру сезім деп айтамын. Бұл енді араның шаққанынан сәл жеңілдеу екен. Жеңілдеу. Маса шаққандай дейсің. Маса шаққанға келіңкірейді. Мынау енді кішкене ауыратын кейбір нүктелер, мынау кішкене ауыратын нүкте болып есептеледі өзі. Кейбір мысалы іште нүктелер бар, баста нүктелер бар, қатты даже сезбей де қаласыз. Мынау енді кішкене ауыратын нүктелердің бірі. Көп адамда қаттырақ сезіледі. Жалпы ол ине салынғаннан кейін қанша уақыт тұрады? Ауруға байланысты 15 минут, кейбір кісілерде 15 минут тұрады. Жалпы көлемде жарты сағат. Көбінесе жарты сағат тұрады, 30 минут. 30 минут тұрады, сол қозғалмай адам отырады немесе жатады. Жатады, көбінесе жатады, отырады, несіне байланысты. 15 минутта бірлес қозғап қоямыз. Мен қазір камерадан көріп тұр ғой деп ойлаймын. Арандай сыздап тұр. Ұйып тұрады, сыздап тұрған. Вибрация беріп тұрған секілді, оқтын жүректің қағысымен келіңкірейді ғой деймін. Дыз деген секілді сондай бір дүние беріп тұр. Жақсы, бұл тұра берсін, біз әрмен қарай
сұрақ жауап жалғастырайық сұхбатымызды. Жалпы адам бойында мен енді көп осы шығыс медицинасымен айналысып жүрген азаматтармен сұхбат құрамын. Дәрігер болып кетпесек те біле жүрейік деген ой ғой. Жалпы адам бойында қанша нүкте бар? Осыны көп айтты кісілер, менің есімнен шығып қалыпты. Нүктелер жаңағы меридиандар бойынша жүреді. Ол мысалы 5000-нан артық нүкте бар жалпы. Тағы неде мысалы мен сабақ оқыдым дедім ғой, маған сабақ беріңіз. Жаңағы меридиандардан тыс өзінің тағы кейбір бітім дәрігерлердің өздерінің арнайы бір нүктелер болады, салады. Оны кейбір сабақ кезінде айтпайды. Өзінің жақсы көретін оқушыларына бір үйрететін бір нүктелер бар, мысалы инсульт кезінде осы нүктені салсаң эффектісіз жақсы болады деп. Вот. Мен жаңа ұстазым өте жақсы болды, маған кейбір жақсы нүктелерді көрсетіп берді. Сіз бірінші адам емессіз. Қытай мамандары өздерінің жақсы деген нүктелерін көп адамға үйрете бермейді екен дегенді бұған дейін де естіп қалдым. Естіп қалған едім. Түсінікті. Сіз осы инсульттың алдын алу үшін қай жердегі нүктелерді көп қолданасыз? Инсульттың алдын алу үшін қолда салынатын нүктелер бар. Мысалы баста, маңдайда, шекеде, оның өздерінің аттары бар, қазір оны айтасам өте көп. Ол өз бір үлкен бір тақырып ретінде подкаст түсіруге болады. Екінші тақырыпты жаңа меридиандар туралы, тақырыптар көп. Үшінші тақырып әр ауруға бір тақырып түсіруге болады, нүктелер туралы. Тамаша. Жақсы, Қазақстанға келдіңіз. Қанша пациент санайсыздар ма жалпы сіздер осы? Мен білемін, мәселен хирургтар операция үстеліндегі уақытын айтып жатады. Мәселен ұшқыштар айтады ғой, әуеде қанша сағат ұштық деп. Сол іспетті сіздер қанша адамға? 2019 жылдан бері сол енен 2016-тан бері салып келетірмін ғой. Сол оқуға түстім соладан бері. Өйткені біз оқуға түскен кезде бірден өйткені магистр болғаннан кейін біз студент, мысалы бакалавр емеспіз ғой. Бізде медицина білім болғаннан кейін бірден көп сабақ болмайды, сол практикаға араласып сол ұстазымыз өмірге ене салып көмектесіп жұмыс істедік. 5000-нан артық деп айтуыма болады. 5000-нан астам адамға ене салып көрдіңіз. Қазір енді нүктелерді жазбай танисыз. Басында үйренген кезде ана нүктелердің бәрін бір-бірімізге сызып, бояп, солай үйрендік қой. Өлшеп. Қазір енді кейбір кезде адам практиканың несі шығар, сезесіз өзіңіз. Қай нүкте қайда тұр. Ол көп практиканың әсері. Өйткені әр адамда мысалы кітапта оқытады, мысалы мына точка мына жерден осындай аралықта осы жерден осындай жерде орналасады деп, осындай арақашықта деп өтеді ғой. Бірақ та әр адамның бойы, салмағы, денесі, мысалы біреу арық, біреу сен, біреудің бойы биік, сол дәл сол жерде болмайды сол центр. Соны сіз практика кезінде соның бәрін ары қарай өзіңіз үйреніп кетуіңіз керек. Ол үшін жаңағы көп практика керек. Жақсы, Жарқын мырза, енді қазір эфирді бір ғана Алматы емес, Қазақстанның әр түкпірінен азаматтар көріп отырған болуы мүмкін. Сізді іздесе қайдан табады? Әлеуметтік желіде белсендісіз ғой. Иә. Мен де әлеуметтік желімде доктор генерал Жарқын деп жазса, сол жерде менде Instagram, TikTok парақшаларым бар, сол жерде іздеуге болады. Телефон нөмірім бар. Сіздің WhatsApp нөміріңізді осы эфирге көрсетуге болады. Сол нөмірмен мен табуға болады. Сіздерде үйге баратын қызметтер бар ма? Кейінгі кезде инсульттармен көп жұмыс істедім. Өйткені инсульт кісілердің көбі клиникаға келе алмайды. Көбі өйткені жүру қиын, ол кісілер төсек тартып жатады. Сол кезде біз ол кісілерге үйлеріне барып көмектесеміз. Тұрып кетуіне, жүріп кетуіне. Олар тұрып жүргеннен кейін бар клиникада жұмыс істейміз. Олардың ең бірінші инсульт кісілердің арманы орнына тұру ғой. Орнына тұрып бір 2 қадам болса да жүру. Біз сол үшін пациенттерге үйіне барып солай жұмыс істейміз. Өйткені қазір қалада өте қиын, мысалы. Ол жүре алмайтын кісіні клиникаға тасу, ол кезде өйткені ол кісіде қан қысымы көтеріліп кетуі мүмкін. Ондай айттым ғой, ондай кісілер көбінесе ашуланшақ болады, жаңа ары бері көп неткенге көнбейді сөзді. Кішкене қиын.
енді өмірге деген Өмір. реніш бар ғой, енді азды көпті иә болады. инсульттан кейін олар жатып қалғаннан кейін еще инсульт болғанда нерв жүйесінде поражение болғаннан кейін ол кісілерде көбінесе ашулану солай көп болады. Мысалы сосын қалада болсаң мысалы оны апарып алып келетін жағдай больницаға күніге апарып алып келудің өзі қиын. Сол кезде біз үйге барып үйінде науқастарды қабылдап орнынан тұрып кеткенше жұмыс істейміз. Тамаша. Қазір енді осы Алматыда ғой, енді бұл Қазақстанның өзге өңірлерінде де бар деп ойлаймын. Өңірлерге шақырып жатады, сол уақыт жоқ. Түсінікті. Алла қаласа барамыз деп ойлаймыз. Ол жақтарда осы псевдо мамандар деп айтамыз ғой, 2 күндік немесе 1 апталық, 10 күндік жарайды, 1 ай, 1 жылдық курста, 1 жылдықтың енді кешіріммен қарауға болар десе де 1 айлық курсты бітіріп алып ине салып жүретін мамандар бар. Бар, иә. Осыған не айтасыз? Олардың зардабы қандай болуы мүмкін? Ол жағын қазір зардап болып отыр. Өйткені мен кейбір кісілерге барам, сенбейді. Мен алдым ғой дейді бір курс. Ештеңе сезгем жоқ дейді. Маған пайдасы болған жоқ дейді. Вот сол псевдо мамандардың Пайдасымен ғой, кері әсері болуы мүмкін бе? Егер ол дұрыс салмаса үлкен кері әсерлер болып жатады. Оның өзін дәл нүктелеріне тауып салу керек. Ол нүктесіне тауып салмасаңыз, ол науқасқа сіз кері әсерін тигізіп жатасыз. Кейбір кісілерге мысалы ине салуға болатын жағдайлар бар. Болмайтын жағдайлар бар. Кейбір кісілер сала береді, мысалы температура кезінде мысалы үлкен. Ол кезде салуға болмайды. Жаңа қан кетулер кезінде салуға болмайды. Инсульттың жедел басқышы кезінде мысалы сіз ол кезде ине салып оның уақытын кетіріп, ол кезде мысалы давление, криз, артериалдық давление дейді, криз кезінде мысалы салуға болмайды. Науқастың жағдайын қиындатып жіберуіңіз мүмкін. Мысалы жүкті әйелдер кезінде салуға болмайды. Кейбір террорлар бар, жұқпалы, сол кезде салуға болмайды. Солардың бәрін білу керек. Мен жаңа айттым ғой, артықшылығым осы медицинамен Қытай медицинасының екеуін бірге оқыған себеп мен кімге қалай керек, кімге керек емес, кімге салуға болады, кімге салуға болмайды, сол жағын жақсы білем да. Бірінші қалай көмек жасау керек, қай медицинаны бірінші пайдалану керек, сосын қай жағында қалай көмектесу керек, сол жағынан тәжірибем мол да, сол үшін қорықпай пациенттермен жұмыс істей аламын. Маған сенуіне болады. Түсінікті. Еш жері ауырмайтын сау адам қазір енді жоқ шығар ондайлар негізі шынтуайтында. Жалпы сондай адам болса да, мәселен аурусынбайды, қажет етпейді, олар профилактика үшін осы ине терапиясынан өтсе бола ма? Еш жері ауырмайтын адам енді жоқ қой енді. Ол енді медицина бойынша, тілі бойынша енді сау адам деп айтамыз. Иә. Сау адам. Жалпы ине терапиясын жылына 1 рет егер сау болсаңыз алып тұрған өте пайдалы. Ол өйткені айттым ғой, иммунитетті көтереді, қан айналымын жақсартады, жаңа энергияны пайда қылады, ас қорыту, жаңа ЖКТ соның жұмыстарын жақсартып жатады. Менде пациенттер бар, денсаулықтары жақсы, бірақ та жылына 1-2 рет алады. Соны 1-2 рет алған кезде олар өздері айтады, биыл тұмауратпай шықтым, энергиям күшейіп қалды, ұйқым жақсарды деп. Вот бір жылына 1-2 рет алып тұрған өте жақсы. Пайдалы. Жақсы, жаңа айттыңыз ғой, суық тию, иммунитет үшін деген секілді әңгімені. Жалпы соны жақсарту үшін инені адам ағзасының қай тұсына саласыз? Қолда, аяқта өзінің негізгі точкалары бар, өзінің меридиандар бойынша. Сол нүктелерді тауып салсаңыз, әсері өте жақсы. Заманның дерті деп айтамыз ғой, қазір үлкендерде, балаларда күні кешке дейін компьютердің алдында қазір тапылмай отырады, немесе телефон ұстап бастарын былай төмен қарай салбыратып остеохондроз, таң атқаннан грижа, сол остеохондрозға алып келіп жатыр да. Бұдан инемен қалай құтыламыз? Остеохондроз, грижа шығып жатады соның әсерінен. Ол асқынған жағдайда жаңа инсульт қалып келуі мүмкін. Мына мойындағы тамырлардың қысылуынан, құлақтың естуінің нашарлауы, көздің көруінің нашарлауына алып келіп жатады. Ол кезде ине терапиясын қолданамыз, массаж қолданамыз. Банка терапиясы дейміз ғой, жаңа банка мен массаждар. Сол кезде жақсы қалпына келеді. Ол сосын науқастың бірлез курс алғаннан кейін ары қарай соны болдырмау науқастың өзіне байланысты. Сіз жаңа өмір салтын өзгертпесеңіз, емнен кейін ол сіз қайтадан сол қалыпқа барасыз. Мен науқастарға айтып жатамын көбінесе. Мен осы емделіп кеттім, жақсы болып шығады, мен емделіп кеттім, мен ауырмайын ба дейді. Мен айтамын, мен сізге олай гарантия бере алмаймын.
сіз қазір жазылдыңыз мысалы, мазаламайды. Сіз егер бұрынғы өмір салтына қайтадан келесіз, мысалы көп отырасыз, қозғалмайсыз, телевизор жатып алып телевизор көресіз, телефон көрсеңіз, ол ауру қайтадан келеді. Ол сіз өмір салтын, ол науқастар көбіне айтып жатамын. Сіз осыны емдеп алып шықтыңыз, енді сіз өмір салтын жақсылап сақтасаңыз, сіз ол мазаламайды. Егер сіз қайтадан өмір салтын дұрыс қарамасаңыз, өзіңіз дұрыс қарамасаңыз, ол қайтадан келеді. Ол қайсы медицина болсын сол. Сіз егер емдеп шыққаннан кейін өзіңіздің денсаулығыңызға қарамасаңыз, ол сізге дәрігер кепілдік бере алмайды. Мысалы, сізге 1 жыл кешен ауырмайсыз, или 6 ай ауырмайсыз, 2 ай ауырмайсыз деп. Егер сіз өзіңіз ары қарай жақсы өмір салтын сақтасаңыз, ол ауру сізді мазаламауы мүмкін. Сол үшін ол дәрігер мен науқас бір-бірін жақсы түсіну керек. Түсінікті. Енді жаңа инсульт айттық, стресс айттық, түрлі ауру түрлерін айтып жатырмыз ғой, олардың бетін аулақ қылсын. Маған қатысы жоқ болды. Маған қатысы бар бір сауал бар. Қазір Алматыда білесіз, қаланың тең жартысы шығар бәлкім аллергиямен бетпе-бет келеді. Аллергиялық ринит. Астма болады деген секілді ғой. Жалпы осы Қытай шығыс медицинасы осындай аллергияны, иммунитетті көтеру, осы инетерапиясы арқылы аллергияның құтылудың жолы ретінде қарастыра ала ма? Қарастырады. Менде аллергиялық ринитпен көп келіп жатады. Өзінің салатын нүктелер бар оның. Аллергиялық ринит. Аллергияның қай түрі? Аллергиялық ринит дейді. Қазір Алматыда көп кездесетін сол ғой, мысалы, мұрыннан су ағады, түшкіреді, көз қызарады. Ең басталған кезде мысалы мұрын қыши бастайды, түшкіре бастайды, мұрын бітеле бастайды. Атын атасам мен сол мұрным қышып бастады. Ал ұлғайған кезде мысалы конъюнктивит, көз қызарады, көзі қышиды, ол мұрыннан бітеліп ұйқысы нашарлайды соның астынан. Оның себебінен бір аурудың себебінен екінші ауру пайда болады. Мысалы емдемеген үшін сіз ұзақ уақыт мысалы аллергиялық ринитпен жүре берсеңіз, мысалы сізге түні бойы мұрныңыз бітеледі, көзіңіз қалады, кислород жеткіліксіздік пайда болады. Мысалы сіз мұрныңыз бітеп тұрған соң ауызбен демаласыз, түні сіз мұрнның жұмысы не, мысалы ауаны сүзгіден өткізіп жылы ауа, мысалы сол сіз ауызды ашып жатасыз түнімен, мұрныңыз бітеледі, ауыз ашылсын, таңертең адамдар айтып жатады, мен таңертең тұрсам тамағым ауырады, жөтелем деп. Сіз өйткені мұрын бітелген, сіз ауызды ашып жатсаңыз, кәншін су ауырады, ауада тамақта тітіркену пайда болады. Тамағыңыз қышиды. Содан ертеңінде тамағыңыз ауыра бастайды. Содан ауру көрдіңіз бе, кетіп шыға береді. Уласа береді. Сол үшін басынан бастап ертерек емдесеңіз, оны құтылуға болады. Оның да бірге жұмыс істеу керек. Мысалы қандай дәрежесі, жеңіл, асқынған дәрежесі. Дәрілермен бірге ине терапиясын қолдануға. Кейбір жағдайда ине терапиясымен өзімен ақ қалпына келтіруге болады. Мұрын аумағына салына ма сонда? Салынады. Мұрында өзінің құлақтың жанында точкалар бар, мұның жанында нүктелер бар. Сол нүктелер бар арнайы. Сол нүктелерге салсақ қалпына келтіруге болады. Жаңа ұстазының айтқан тағы бір нүктесі бар. Оны көп неде жазылмаған. Именно сол ринитке салынатын нүкте. Жақсы көмектеседі. Нәтиже шығарған пациенттер бар ма? Оның нәтижесі бар енді. Арнайы. Мына эфирден кейін аллергиямен зардап шегіп жүргендердің барлығы сізді іздеп баратыны сөзсіз. Енді сұхбатымызды түйіндесек, жалпы батыс пен шығыс медицинасын бірдей меңгерген маман ретінде өзіңіз күнделікті өмірде денсаулығыңызды бір қалыпта, тонуста ұстап тұру үшін қандай ритуалдар ұстанасыз? Ең бірінші ұйқыны дұрыстау керек, тамақты дұрыстау керек, көңіл күйді жақсы ұстау керек. Егер сіздің көңіл күйіңіз сіз өзіңіз осының бәрін ұстанасыз? Ұстауға тырысасыз. Өйткені қалада енді өте қиын ғой. Шыны керек, көңіл күйді дұрыс ұстау деген, мысалы пробкада болады, жағдайлар болады. Енді дұрыстауға тырысамын, көңіл күйді, тамақты енді дұрыс ішуге енді тырысып жатамын. Енді қалада енді қиын, мысалы ары бері жүресіз, кейбір уақытында тамақтай алмай қаласыз. Жалпы дұрыс тамақтануға тырысамын. Таңертең ерте тұру керек, уақытында ұйықтау керек. Сосын жылы су ішіп жүру керек. Шайдың орнына көбінесе су ішуге тырысамын. Көп су ішсеңіз пайдасы өте зор. Түсінікті. Енді жаңа айтып өттік, бұл бір эфирмен тоқтап қалмайды, сериал подкаст түсіреміз деген ойдам өзіңізбен. Көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Сізге де рахмет. Біздің студиямыздың есігі әрқашан ашық. Әрине рахмет. Барлық көрермендерге рахмет. Кішкене болса да
пайдасы тиеді деп ойлаймын. Қадірменді көрермен, эфир ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Төменде описаниеде біз Жарқын мырзаның толық мәліметтерін салып қоямыз. Инстаграмына жазылыңыздар, ватсабына жазыңыздар. Аллергия болса, инсульт болса, шаршау болса, стресс болса, осы кісіге хабарлассаңыздар болады. Жаңа студияның атынан және өз атымнан ұсынамын. Мен енді 15 минут өтіп кетті, қолымдағыны шығартайын әрмен қарай кеттік. Рахмет, сау болыңыздар, ауыртпайды екен. Жақсы, сау болыңыздар.